Қайырлы кеш, қымбатты достар. Сіздермен бірге кітаптар әлемі жобасы, мен Салтанат Әбдіғали. Бүгін біз сіздермен қаламгер Фатима Забура қызының «Мықты әйел» кітабына қысқаша шолу жасаймыз. Қадірлі оқырман, сізбен кітап арқылы жүздесу бақыты бұйырып, қуанып отырмын. Ең алғашқы «Мықты әйел» атты жазбамның жазылғанына да 4 жылдай болыпты. Бұл аз уақыт емес. Әр жылдары жазылған жазбаларым әлеуметтік желі арқылы оқырмандарға кеңінен таралып, әрбір мықты әйел өзін өзі таныды. Тағдырдың тәлкегін көрсе де мойымаған, шындығын жоғалтпаған, өзін өзі жетілдіріп, дамытып, өз жүгін өзі көтеріп жүрген жандарды өмірде көп кездестірдім. Сынақтарға сынып кетпеген, жаны жасымаған, өзіне деген сеніміне селкеу түсірмей, өзін өзі бағалай білген олар қашанда үлкен құрметке лайық. Біздің қоғамда мықты әйелге байланысты түрлі пікірлер айтылып, жазылып жатады. Айналамызда мықты әйел десе, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс, мен, тәкаппар, өзімшіл жандарды елестетіп жүрген жандар да бар. Шын мәнінде мықты әйел деген кім? Мықты әйел туралы оқи бастағаннан ақ сіз оны жан-жақты тани аласыз. Оның ішкі әлеміне үңіле аласыз. Қанша мықты болса да, өзінің нәзік жаратылысынан алшақтап кетпеген, әйелдік болмысынан айнымаған, әлемге күліп қарай алатын, жүрегі жылылыққа толы, жан-жағына жарығын шашқан әйел ғана мықты. Менің жазбаларымның кейіпкерлері шынайы күледі, жыласа шын жылайды. Оларда жасандылық бет-перде жоқ. Мықты әйел, сен жүріп өткен жол сынақтарға толы. Сен бұл жолда тек алға ұмтылуға, артқа қайтпауға тиістедің. Алдыңда кедірі бұдыры көп, біресе өрге, біресе ылдиға түсіретін бұралаңдаған тау жолы жатты. Ал артыңда қанша жүрсең де жақсылықтың өзін жамандыққа тез айналдырып жібере алатын, іші борсыған суға толған қап-қараңғы шұңқырға апарып маңдайыңды тірейтін жол бар еді. Сенің мықтылығың, сол шұңқырға қайта түспеуің. Қиын әрі алдыңда не күтіп тұрғаны беймәлім тау жолына түскенің. Мықты әйел, бұл жолда сен қиындықтан қорықпайтын болып шыңдалдың. Қайралдың, шынында қиындық деген не? Ол сенің бойыңдағы қорқыныш тас қамал. Қорқынышын жеңген адам тәуекел етеді де, тауды да, тасты да қопарады. Тас қамалды бұзады. Сен қиындықты жеңдің. Қамалды бұздың да, жарыққа қарай бет алдың. Мықты әйел, сен сатқындықты, көре алмаушылықты көп көрдің. Сен шынар ағашындай жайқалып өсіп, саялы аялы болған сайын, ішіне шынтақ айналмайтын күншілдер көңіліңе қаяу түсірді. Бұтағыңды кесіп, күлге айналдырмақшы болды. Бірақ сен әлде бір құдіреттің арқасында күннен күнге жапырағың көбейіп, мейірімің артып, бақытқа бөлендің. Бұл бақытқа сені жеткізген өзіңе, ісіңе, адамдарға деген адалдық ет. Мықты әйел, тағдыр сені көп сынады. Иіліп, мүжіліп сынбаған соң, қолыңа өмір кілтін ұстатты. Сенің мықтылығың, кілтті қалай бұрай алатындығыңда. Сен қазір алысты тез жақындататын бір құдіретке иесің. Ол құдірет көңіл деп аталады. Көңіл көңілден су ішетінін, өмірде көңілден артық қымбат еш нәрсе жоқ екенін түсіндің. Сен өзіңнің тау бұлағындай мөп-мөлдір көңіліңмен, нәзік жаныңмен, ар иманыңмен, таза жүрегіңмен, адамдық қарым-қатынасыңмен күннен күнге биіктеп барасың. Сен үшін қашықтық маңызды емес. Сенің адал көңілің алыстағыны да өзіне туыс, бауыр дос ете алады. Мықты әйел, күрес әлі біткен жоқ. Босаңсуға болмайды. Сен қалаған нәрсенің бәріне қол жеткіздім десең де, орындалмаған әлі қанша арманың бар. Ешқашан еш нәрсеге кешіктім деме. Үмітіңді үзбе. Сені алға жетелеп келе жатқан сол асқақ арманың мен үзілмес үмітің.
Шаршасаң азырақ демал, қайта тұр да түзу жолыңа түсіп, ісіңді жалғастыр. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Себебі сен мықты әйелсің. Кітап сүйер қауым. Сіздер қазір Фатима Забура қызының «Мықты әйел» кітабынан үзінді тыңдадыңыздар. Шығарманы ұсынған Кітаптар әлемі жобасының жетекшісі Салтанат Әбдіғали.